Қысқа партиялар айдарын бастаймын. Толуш Алаторцев. E4, E5, F4, патша гамбиті, D5, Фалькбейер контр гамбиті. Еді, вәзір D5, ойының басында вәзірмен ойнамауға тырысыңыздар. Ат C3, вәзір E6, алдық, вәзір E5 шақ және піл E2. Піл G4, енді нау байлау әдісі, былай да байлап тұр, былай да байлап тұр. Бірақ біз бұған көңіл аудармаймыз. D4, сарбазды негізгі орталыққа қоямыз. Вәзір E6, вәзір D3, Филидорды есімізге түсіреміз. Үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екен. C6, піл F4, фигураларды іске қосу керек. Ат F6 және рокировка. Алдық, сонымен біз деген рокировка жасадық. Негізгі орталыққа сарбазды қойдық. Біздің жағдайымыз тамаша. Піл D6 және D5 қос соққы. Мына вәзірге және мына сарбазға шабуыл жасаймыз. Алдық және вәзір G3, біріншіден мына жерге шабуыл жасаймыз және екіншіден мына жерге шабуыл жасаймыз. Алдық және вәзір H6. Вәзір H6 былай қарасаңыз байлап тастады. Бірақ біз тура E1 мына патшаға шабуыл жасаймыз. Патша F8 және вәзір A3 осымен ойын аяқталды. Өйткені патша G8-ге барған кезде тура E1 деген мат болады. Ойының басында фигураларды міндетті түрде іске қосу керек.